Бәріміз қателесушіміз. Мен күнә істеп қоямын, сіз күнә істеп қоясыз. Бірақ күнә істеу әдетке айналғанда, күнә істеу күнделікті істерден болғанда, істеп жатқан күнәсі үшін адам өкінбейтін болады. Ол күнәсі үшін еш қайғырмайтын болады. Күнә істеуге еті әбден үйреніп кетеді. Алла Тағала Құранда былай дейді: олардың жүректерін жасаған істері себепті тат, қараңғылық басты деген аят. Пайғамбарымыз, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, бұл аятта айтылған қараңғылық күнәнің себебінен болатынын айтқан. Адам күнә жасаса, жүрегіне қара дақ түседі. Ол күнә жасауын тоқтатпаса, жүрегі қарайған үстіне қарая түседі. Мынаған құлақ салыңыз. Жүректің қатты болуына, нәпсінің, тәннің қалауларына еріп, жанның, рухтың азығын бермеу себеп болады. Тәніміздің ақысы болғаны сияқты, жанымызға да, рухымызға да берілуі керек болған ақы бар. Ал қашан біз нәпсімізге еріп, тек тәнімізді ғана азықтандырып, жан дүниемізге мән бермесек, рухани құлдырауға ұшыраймыз. Сондықтан, қашан біз көңіл қалауларымызға еріп, нәпсіге құл болған кезде, қалаған нәрсеміз біз үшін адал болып көрінеді, ал қаламаған нәрсемізді арам санайтын боламыз. Міне, осы себептерден жүрегіміз тастан да қатты болады. Жүрегіміздің қатты болуынан Алла Тағала баршамызды сақтасын.